Әйел махаббаты Мұхтар Мағауин. Оқыған Назерке Еркінбекқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Құдай-ау, біз көріспегелі 10 шақты жылдан асып кетіпті ғой. Иә, Бәтимаш, ол кезде біз қыз едік. Бес биенің сабасындай толық, етжеңді келген қара торы әйел Бәтима өзінің бір кезде қыз болғанына шынымен таңырқай, сәл аңырқап қалды да, диванды шалқайып жатқан күйінде сағынысып көріскен досы Зияны құшағына қыса түсті. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген осы екен-ау, қазіргі түріміз мынау деп қойды. Сен айтпаймын деді аздан соң Зияға күле қарап. Бойың өсіп, бет-бейнең ашаңданып, денең толықсырағаны болмаса, сол уылжыған қалпың әлі қызданарсың. Мектепте жоғары класста оқып жүрген кезімізде өзімізді бойжеткен санаушы едік, бала екенбіз ғой сонда. Студенттік жылдар ғой, шын дәурен сүрген кезіміз. Бір қалада оқығанымызды айтсаңшы, сенімен бірге осы Алматыға келгеніме әлі өкінемін. Онда бәкеңе кездеспейтін едің ғой деді Зия ойқылана. Солай екен-ау, бірақ бәкең болмаса сәкең кездеспес пе еді. Кім дейсің? Сәкең? Әйтеуір біреу дегенім ғой. Аз үнсіздіктен соң қалжың ғой бәрі деп қысып қойды Бәтима ақталған түрімен. Мектепте 10 жыл бойы бірге оқып, Құлынтайда бірге ойнап, бірге өскен құрбылар енді 12 жылдан соң бірақ кездесіп, осы аз ғана уақыт ішінде осыншама өзгергендеріне іштей таң қалысып, бірінен бірі көз айырылмай ұзақ отырды. Кеше ғана тұлымдар желбіреген қыз еді-ау екеуі де. Енді міне. Құшақтасып, күлісіп, біраз мауқын басқан соң, екі әйел үй, тұрмыс, тіршілік жайын сөз етіп кетті. Екеуден екеу отырып қою шайды тартып алған соң, әңгіме тіпті қыза түсті. Таусылар емес. Зия, деді бір кезде Бәтима кенеттен. Көптен көкейінде жүрген сұрағы есіне жаңа түсіп. Осы сен күйеуіңнен неге айырылыстың? Қанша сұрасам да хаттарыңнан ештеңе біле алмадым. Анығын айтшы. Зияның жүзіндегі күлкі лезде тарады да, бет пішіні ойқылы қамырықты қалыпқа ауысты. Мінезіміз үйлеспеді, деді көзін бір нүктеден алмаған күйі. Келісе алмадық. Тағы да соныңды айттың. Түсінбедім сені. Естуімше, ол соншама атақты адам болса да, жібекті естіген биязы, үлкенді аға, кішіні іні деп тұратын мейірбан жан көрінеді. Білетіндердің бәрі солай дейді. Ал сен тіпті бала кезіңнен де аса ұстам дедің. Тұрмыстарыңда жаман болған жоқ. Сонда неменеге келісе алмадыңдар? Келіспедік, деді Зия. Бәтима айтқан сөздерді естімегендей, қимылсыз күйінде. Той қарсаңдағы хаттың менде әлі сақтаулы. Не деп жазып едің сонда? Өмірлік серігім болатын адамға кездестім. Бақытымды таптым деп. Бәтима, деді Зия, жалынғандай дауыспен. Мені тағы азаптаған келіп отыр ма? Сенен неше рет сұрадым, осыны сөз қылмай-ақ қояйық деп. Сағынысып кездескен құрбысынан мұндай ренішті сөз күтпеген Бәтима тосылып қалды. Өзгергеніміз ғой, деді аздан соң жәбірленген кейіппен. Сыр жасырушы ма едік бұрын? Бірақ менің анық білетінім, сен оны әлі ұмытқан жоқсың, ұмыта алмайсың. Кімді? Зия селт етіп Бәтиманың аузына қарады. Кімді болушы еді? Арыстанды да? Сол кісіні жамандаған бір адам көргем жоқ. Өзі де Құдай берген жігіт қой, жұлдызы жанып ақ тұр. Бұл бастағаны ғана. Әлі жас, 30-ың ішіне жаңа енді. Доктор, профессор. Не керек, Зия, бақытыңды басқа тептің. Бақытымды? Зия ауыр күрсініп алды. Бақытымды басқа тептім ғой, шынында да. Құдай маңдайыңа жазған қосағың емес пе еді, арыстан? Түү, Бәтимаш-ай, тағы да арыстанда келдің бе? Зия денесін суық қарғандай, құшақтасқан қолын жазып, Бәтимадан алшаңқырап отырды. Сенің маңдайыңа жазылған арыстан еді дедің бе? Айтайын енді, тыңда. Кім екенін білгің келсе, тыңда. Мен өмірімде ондай адамды көрген емеспін. Ол ешкімге де ұқсамайтын. Толқынды, қалың қара шашын шалқасынан қайырып қоятын. Желкесіне дейін жететін, арты көтеріліп, күйдіріңкіреп тұратын. Онысы өзіне ерекше өң беретін. Ол сұлу емес еді, бірақ сымбатты болатын. Аяғын салмақпен басып, жаймен ойланып жүріп келе жатқанда, жұрттың бәрінен еңселі көрінетін. Оның көзі. Сен сондай көзді көргенің бар ма? Тыныш жатқан
терең қара сулар болады ғой, соған ұқсас еді. Тіпті теңеу таба алмаймын. Күлмейтін, үнемі бір қалыпта, тұңғиық, селт етпеген күйінде тұратын да қоятын. Мен кейде Короленконың соңқыр музыкантының көзіне ұқсататынмын. Біздің қыздардың бірі оны көзі өлген адамның көзіндей деп еді. Рас, кейде жанарынан жылт еткен от көрініп қалатын. Онысы ерекше, көңілденген кездерінде болушы еді. Әйткенмен бұрынғы қалпына тез түсетін. Оның көзі неге сондай болады екен деп жиі ойлаймын. Әлде бақытсыздығынан ба, әлде ой үстінен жүргендіктен бе? Ол консерваторияда оқитын. Институтымыздағы көркем өнерпаздар үйірмесін басқарушы төсек тартып жатып қалыпты да, уақытша соның орнына келіпті. Аты Төлеген екен. Жібегін іздеп жүрген көрінеді деп күлісті алғашта қыздар. Ол композитор еді. Жүрек толықтар сырлы әндерін ауыздан ауызға көшіп жаңа тарай бастаған кезі. Атағы шықпаған, бірақ әнін естіген, өзін білетін адамдар тегіс соның болашағына үлкен үміт күтетін. Жүріс-тұрысымен, сөйлеген сөзімен Төлеген қыздардың бәрінде баурап алды. Алғашқы күні ілме сөз, қақпақ қалжыңдар жайына қалды. Орынсыз бірдеңе айтып қоймайық деп ойлана, имене сөйлейміз. Қыздардың әр қайсысы жібек болғысы келді. Маған да ұнады Төлеген. Бірақ мен де әйелдің әлі өмірді білмейтін, әлі ләззаттың дәмін татпаған парықсыз әйелдің тәкаппарлығы бар еді. Кезекті репетициядан тараған соң қыздардың бәрі у-шу болып ана-мынаны айтысып жатқанда мен сөздеріне көп араласпай, әрненені қиялдап өзіммен өзім отырамын. Төлегеннің көзі маған алғашқы күні-ақ түсті. Мен аңғарсам да елемеген қалып таныттым. Өзің білесің, менің біраз даусым болатын. Бізде жақсы әнші қыздар да бар еді. Кейбіреулер радиондардан айтатын. Әйткенмен Төлеген басқалардан көр маған көбірек ілтипат білдірді. Мен ән салғанда аузыма қарайтын да қалатын. Аздан соң мұны біздің қыздардың бәрі де байқады. Сондықтан мен Төлеген масаттанбасын деп, оның әндерін онша ұнатпайтын сияқтанатын. Ал басқа қыздар үйде ауыздарына тастамайды. Өз жазғаныңды өзің қайта-қайта тыңдағаннан асқан азап жоқ деп Төлеген өз әндерін айтқызбайтын. Бірақ кейде ыңылдап қосып кеткенімді аңғармай қалушы едім. Бір күні Төлеген жаңадан шығарған ән үйретті. Ән бәрімізге ұнады. Ал мен оның сөзі мен сазына ертіп мас болғанда едім. Жігіт ғашығына өзінің жүрек сырын ашатын. Қызғаныш деген сезімнің дәмін алғаш сол жерде таттым. Сірә Төлеген бұл әнді сүйген қызына арнаған болар деп ойладым. Төлеген, осы әнді сіз орындамайсыз ба дегенде қуанғаннан не істерімді білмедім. Өзімнің сертімді ұмытып та кетіппін. Сол кезде мен шын бақытты екенмін, Бәтимаш. Бірақ адам бақытының қонғанын білмейді, ұшқанын біледі дейді ғой. Бақ қонған мен де білмеппін. Келесі репетицияда Төлегеннің ән жеке өзім айттым. Сөзі мен әуеніне беріп кеттім, білем. Ән салып тұрғанда ештеңені көргем жоқ. Тек соңын қайырғанда ғана Төлегенге көзім түсті. Маған қадала қарап қалыпты. Бетіне адам көз тоқтата алмаста еді. Сол күні киноға шақырды. Қайтар жолда ұзақ жүріп қалыппыз. Түн де тамаша еді. Жапалақтап қар жауып тұрды. Жерде әппақ, көкте әппақ. Анда-санда үстіне қонған қар салмағын көтер алмай, күтір етіп сынған ботақ дауыс естілді. Екеуміздің қалайша тез ұнасып кеткенімізді білмеймін. Қол ұстасқан қалпымыз ақша қарды жалдап, мүгіліп жатқан көшелерді бойлай көп жүрдік. Сөйлескеміз жоқ, құр жүрдік те қойдық. Жауып тұрған кіршіксіз таза қармен қала оттары шағылысып, аспан самалдай жарық. Жоғары қарасаң қабалақтап келе жатқан ұлпа, ірі қар түйіршіктері көрінеді. Кенет Төлегенге еркелегім келіп кетті. Қарап тұр деймін. Сенге көшіп алғанды өзімде аңғармай мен. Қазір ана бір түсіп келе жатқан қарды қағып алам. Қайсысын, деді Төлеген. Жауып тұрған қар түйіршіктерінде сан жоқ. Қайсысын екенін өзімде білмеймін, бірақ. Әне біреуін деймін көкке қолымды созып. Сөйтемін де алақанымды жайып тұрам. Менің қолыма жаңа бір түйіршік түссе, балаша екеумізде мәз боламыз. Үстіңді қара, аппақ, деді Төлеген бір кезде. Қарасам, пальтомның омырауын, иығын ұлпа аппақ қар қаптап алған екен. Төлегеннің үсті басы да сондай. Тоңған жоқсың ба? Жоқ, деймін. Төлеген менің бір жерімді ауыртып алмайын дегендей үстімдегі қарды жайлап, сипай қағады.
қолының жылуын бүкіл денем сезінгендей. Мен де оның иығында қарды түсірем. Сөйтіп тұрғанда кенет Төлеген мені қатты құшақтап алды да, Зия сол сәтті басынан жаңа ғана өткізгендей, ерні балбырап, көзі күлімдеп аз отырды да, «Бәтима», деді құрбысының иығына қолын салып, «алғаш сүйіскенің есіңде ме? Ең алғашқысы кіммен? Бәкеңмен бе? Жалпы дегенім ғой, бәкеңмен болса да. Қанша жыл өтті ғой одан бері? Қайсы бір қызықтар есте қалды дейсің? Немене? Бәкеңе дейін болып беді біреуің? Бәкеңе 4-ші курста кездестім ғой. Оған дейін қай қыз сау жүруші еді? Үйтіп дорбалап ретін келтірді ғой бәкеңде. Сол жас сыпайы жігіт кезінде қазіргісінен де ебедейсіз еді ғой сорлы. Өзін онша ұната қойғам жоқ. Әйтеуір біреумен бас қосу керек болған соң. Қазір кезде махаббат дегенің өзі қозы мен баянның заманы өтіп кетті ғой. Бірақ бәкеңді кейін қалай жақсы көріп кеткеніме таң қалам. Енді сол малтабарымды ешкімге айырбастамас едім. Балаларын да. Бала кімде жоқ дейсің? Оларды қойшы. Бәкең менің жүрегімді балалар арқылы емес, өзінің көнбістігімен жаулап алды ғой. Әлі күнге дейін сол, тұр десем тұрады, жүр десем жүреді. Суретін көрдің ғой. Қазіргіден сидалау келгені болмаса, жігіт кезінде нағыз мабастың өзі еді. Ал сенің Төлегенің просто молодец екен. Қызды алғаш киноға шақырған күні сүйіп алу деген. Бұл біздің соңғы сүйісуіміз еді, деді Зия әңгімесін қайта жалғап. Алғашқы және ең соңғы. Оның демі оттай ыстық еді, ал ерні мені өртеп жібере жаздады. Буындарым босап, еріп бара жаттым. Сол сәтте Төлегеннің өзі қыса құшақтап тұрмаған болса, құлап қалар едім деймін. Кейін Арыстанмен бірге жүрген кездерімде мұндай ләззаттың дәмін де татқан емеспін. Бірақ өзімді өзім алдап, оны сүйем деп жүре бердім. Кейде шын солай сияқты көрінетін де. Арыстан ол кезде аспирант еді, ал Төлеген тағы сүймек болғанда, бірақ жидым есімді. Өзіме оны қанша жақындатып алғанымды тез аңғардым. Масқарай. Таныспай жатып ақындар, өнер адамдарының бәрі жүргісі келеді дейтін. Әрине, мен мұның алғашқы қыз емеспін. Сол көп қыздың біріндей етіп мені де тастап кетеді. Басыма жалт етіп келген ой осы болды. Сол сәтте мен дөрекілеу бір қимыл көрсеттім. Төлегенді кеудесіне итеріп жібердім білем. Әйтеуір сытылып шықтым. Содан бастап өзім де әлі күнге дейін анық түсінбейтін бір іс басталды. Төлеген күнара, тіпті кейде араға күн салмай келетін маған. Мен көбінесе шықпаймын. Уақытым жоқ деймін. Жалғыз-ақ ауыз сөз. Төлеген мұңайып тұрып кетіп қалған соң, бөлмеге келем де төсекке жатып алып ойланамын. Жаңа шықсам ғой, қазір қол ұстасып анадағыдай жүретін едік. Мүмкін тағы да тағысын тағы. Сол сәттің қайталануын аңсаймын. Жан тәнмен беріле аңсаймын. Бірақ неге екенін білмеймін. Үнемі өз сезіміме қарсы әрекет етіп отырдым. Кейде шығушы ем. Киноға не театрға барамыз. Ондайда сыртта ұзақ қалмауға тырысам. Төлегенді бойыма жоқтатпаймын. Тіпті қол ұстасып та жүрмейтін болдық. Үнемі көкейімдегі сөздерді емес, басқа бірдеңені айтамын. Ол әңгімеге мүлде қатысыз болып шығады. Төлеген менімен сырласып, әңгімелескісі келуші еді. Өзінің армандарын, ойларын айтатын. Консерваторияны бітірем дейтін ол. Одан соң сен мединститутыңды бітіресің. Ештеңе аңғармағандай әрі қарай іліп әкетем. Содан соң мен өзіміздің ауылға қайтам, ал сіздер атақ, даңқ алу үшін Алматыда қала бересіздер. Атақтың да даңқтың да керегі жоқ дейтін ол менің бұл жолы да әңгімені басқа жаққа бұрып жібергенін байқаған соң мұңайып. Шын мәнісінде құнды шығармалар жазсам болғаны, ал мен көп жазам, және тек жақсы туындыларды ғана. Концерттер ме, симфонияларда, операда, балетте, қазіргілерімнің бәрі жатты ол. Көп іс, өте көп іс тындырар едім, тек сен менімен бірге болсаң. Ол арманшыл еді, тіпті көп армандайтын, кейде шалқып кететін. Мен мықтымын дейтін, бәрінен де күштімін, әлі көрерсің, бәрінде ұрып жығамын. Мақтаншақ деймін мен іштей. Ал кейде өнер жолының қиындығын әңгімелейтін. Әй, осы менен ештеңе шықпас деп те қоятын. Қазіргі музыка жайлы ойларын айтатын. Кейде тіпті тым алысқа сілтеп, маған мүлде бейтаныс қай-қайдағы бір композиторлар жөнінде хикаялап кететін.
Мұның бәрі мен үшін тым қызықсыз, іш пыстырар нәрселер еді. Ал ол табиғатында сөзге сараң болғанымен, бір шешілсе ұзақ тартатын. Әрине, мұндайда менің көңілім басқа жақта жүреді. Төлегеннің өзімді сүйетініне көзім анық жетті. Мен шексіз бақытты едім, бірақ оған қанағаттанбадым. Төлегенді тағы да қинай түскім келді. Бұл маған қызық еді. Сол кездерде оның қандай күйде жүргенін ойласамшы. Өзімнің мерейімнің үстемдігін сезінген соң, менің тентектігім шектен шықты. Консерватория студенттерінің жатақханасы алыс. Қаланың шет жағында, Аттаскер көшесінде, қазір басқаша аталса керек. Мен Төлегенді ұзағырақ ұстауға тырысамын. Көбінде әдейі істеймін. Транспорт тоқтап қалған кезде талай жаяу жүріп кететін. Өстіп кеш қайтқан бір күні жатақханаға жақындаған жерде 2-3 бұзақы жабылып, бар киімін сыпырып әкетіпті. Өзін соққыға жығыпты, әйтеуір тірі қалған. Осы жолы оған қаншалықты қымбатқа түскенін кейін ғана білдім. Ол тақыр жетім еді. Әкесі де, шешесі де, туған туыстары да жоқ еді. Ешкім қаражат жағынан көмектеспейтін. Және ол кезде жағдай қазіргідей емес. Ақша тауып киім алғанша ай бойы жолдастарының бірінің ескі пальтосы мен костюмін киіп жүріпті. Осы уақыт ішінде маған бір рет қана қатынады. Ұялған болуы керек, тіс жармады. Бар болғаны, бір үлкен дүние бастадым. Бітіріп тастайын деп едім, жағдай келіспей, созылыңқырап барады. Уақыттан да таршылық көріп жүрмін деді. Арыстанмен сол Төлеген келмей жүрген шамада таныстым. Бұл екеуі дүниенің екі шеті сияқты, бір-біріне мүлдем ұқсамайтын. Төлеген көркем өнерге табынса, Арыстан әдебиет, музыка дегендердің бәрінен еріккенін ермек санайтын. Бұрын ғой дейтін ол, біздің елімізде Толстой да болды, Тургенев де, Пушкин де, Чайковский де болды. Бірақ Россия артта қалған мешеу мемлекет еді. Ал қазір ілгері дамыған ғылым мен техниканың арқасында Советтер одағы дүние жүзіндегі ең қуатты, ең алдыңғы қатарлы державаға айналып отыр, деуші еді Арыстан. Маған Арыстанның батылдығы ұнады. Киіп жарып жүретін және артық ауыз сөз айтпайды. Қыз көңілін немен алдарқауды біледі. Әйткенмен оны сізден берге жақындатпадым. Мен Төлегенде қызғаныш сезімін тудырғым келді. Білсін дедім, онсыз да өмір сүре алатынымды. Бір жексенбіге екеуін қатар шақырдым. Үнемі кешігіп жүретін Төлеген бұл жолы ерте келді. Арыстан біз есік алдына шыққан кезде бірақ жетті. Мен тіпті екеуін таныстырам ба деген ойға кетіп тұр едім. Арыстан бөгет жасады. Кешіріңіз, деді ол Төлегенге қарап, гүр етіп. Бұл кісі бізбен бармақ еді. Сөйтті де мені қолтықтап алып жүре берді. Төлегенге ызам келді. Неге ол да өстіп алып кетпейді? Бұл ойымның істі насырға шаптырғанын кейін білдім. Бір ай бойы Төлеген көрінбей кетті. Үлкен дүниесін аяқтай алмай жатқан болар деген кескімен өзім іздеп бардым. Ақыры бір күні одан хат алдым. Зия диваннан тұрды да жатын бөлмесіне барып бір көк конверт әкеп құрбысының қолына берді. Бәтима аузы ашық конверттің ішінен ескіріп сарғайыңқыраған 4 бүктеулі қағазды алып жазды. Арасында бірнеше жерден сынған фото бар екен. Сол ма? Бұл Зияның өз суреті болып шықты. Сол жылдардағысы қалың қызғалдақтың ортасында тұр. Шашына да, омырауына да гүл қыстырған, қолында да гүл. Сәл еңкеңкіреген езуінде күл ойнайды. Өзі де гүл рәуішті. Бәтима суретке қарап қалған еді. Бұл өмір жолы қызыл гүлге толы сияқты көрінетін кездегі суретім ғой, деді Зия, естілер естілмес. Қойсаңшы, қайғы түбіне бата бермей, бетіңе әжім түсіп отырған жоқ қой. Жассың, сұлусың, тек ден сау болсын. Әлі қасқа мен жайсаңның талайына кездесесің. Білмеймін, деді қабақтарының арасы қосылыңқырап ойланып қалған Зия. Осы күйімде кетем бе деймін, бірақ ол күндер оралу қайда? Енді мен үшін ең тәтті минуттар, өткенді қиялдаған сәттерім ғана болмақ. Жарайды, оқи ғой, ішіңнен оқы. Мен сенімен ілесіп отырамын. Бұл хаттың әрбір үтіріне дейін жатқа білем. Зия, саламатпысың? Осы сөзден кейін нүкте қойдым. Өйткені енді қайтып сенің даусыңды естімейтінімді жақсы білем. Мен кетіп барам. Қатты соқтың ғой. Не айтайын саған? Адам өз қолын өзі кесе ала ма? Саған ауыр сөз айтарлық дәрмен жоқ менде. Абайдың бәрімізде білетін бір өлеңіне қаншама тереңдік, қаншама сыр барын осы қазір ғана жүрегімен сезінген деймін. Дүниеде сірә сендей маған жар жоқ. Саған жар менен артық табылса да, сорласық сарғайса да, сағынса да, жар тайып,
жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жар ісіне, қорлық пен мазағына табынса да. Мен адамның ең асыл, ең асқар сезімдерін музыка ғана толық жеткізіп бере алады деп ойлаушы ем. Әрине, сөз құдіретін білем дегенмен де, ал мына сөз. Шыдайды риза болып жар ісіне, шыдадым ғой мен де, бақытты едім сол кездің өзінде де. Әншейін ғана сенің даусыңды естіп тұрудың өзі маған қаншама қуаныш әкелуші еді. Қорлық пен мазағыңды көріп жүрсем де, сенің сол даусыңды ести бергім келетін. Бірақ амал бар ма? Осылай болуға тиіс шығар. Мен бұдан ары Алматыда қала алмадым. Осы соңғы айлардың ішінде сүйеніш іздедім, таппадым. Маңдайымнан сипайтын жан жоқ. Қайғы қуанышымды бірге бөлсеме деп едім сені. Ал сен мені қиыншылық көріп жүргенде жебедің орнына жерледің. Өтіп кетті ғой соңғы ісің. Дәл бұлай аяқтаймыз деп еш уақытта ойлаған жоқ едім. Сені алғаш көргенде-ақ арманым, аңсағаным өзің ғой деп ем. Сол ән саған арналған еді. Өз әнімді сенің аузынан естігенде, төбем көкке жеткенде болып ем. Мен емес, сенің өзің шығарып, маған арнап айтып тұрғандай көріндің. Содан соң бір сәт бақыт құшағында болдым. Бірақ кеудемнен итеріп тастадың ғой, қолыңның дағы әлі тұр. Алайда саған өкпелеуге хақым бар ма? Кешір. Қазір ойланып отырсам сол кезде үлкен бейбастық жасаған екенмін. Кешір мені. Мені ұнатпаған шығарсың. Әйткенмен сен тым қатандық жасадың. Мінезің қатты екен. Неткен қызсың. Мен сені жарым дер едім, жаным дер едім. Ал сен тасбауыр екенсің. Ән де, менің жүрегімде жарып шыққан ән де жетпеді-ау. Бірақ сезімнің шынымен-ақ соншама алдамшы болғаны ма? Сен қанша теріс мінез көрсетіп жүрсең де, ішкі бір дауыс маған үнемі сыбырлап тұрушы еді. Сен оған ұнайсың, ол сені сүйеді деп. Мен көңіліме қатты сендім. Сенің көзіңнен, кейбір қимылдарыңнан маған деген жылы сезімнің ұшқынын аңғарып қалушы едім. Әлде солай болып қана көрінді ме? Солай болғаны ғой, әйтпесе бүйтер ме едің? Қатты соқтың, қорладың ғой, қайтейін. Бірақ алдамшы сезім құрғыр көзі көріп тұрғанға әлі сенбейді. Зия сені сүйеді деп сыбырлайды. Дәл бүгін онысына сене алар емеспін. Осы уақытқа дейін сеніп ем. Алдандым ғой. Жат біреудің құшағында кете бердің-ау. Хош, сау бол. Сенің шексіз бақытты болуыңды тілеймін. Одан басқа не келеді менің қолымнан? Хош, сау бол жаным. Ақ тілегімен тілеймін тағы да. Бақыттың тасысын. Артық ауыз кеткенім болса кешірерсің. Бәріміз де пендеміз ғой. Әлсіздік жасаған шығармын. Төлеген. Бәтима хатты оқып болған соң Зия әңгімесін жалғастырды. Менің басыма алғаш оралған ой қайда кетеді, неге? Бір сұмдықтың келгенін білдім. Басым зеңгіп, айналып қоя берді. Трамвай аялдамасына жүгірдім. Әлі тұрмын. Трамвай жоқ. Енді такси ұстамақ болдым. Қырсыққанда қымыран ириді дейді ғой. Таксиде табылмады. Өтіп жатыр, өтіп жатыр, өтіп жатыр. Бәрінде кісі бар. Ақыры біреуі тоқтады-ау. Жол бойы шоферді ауыстырумен болдым. Бұл да бір жай басар екен. Ештеңемен ісі жоқ, қалыпты жүрісімен тарта берді. Бұдан жылдам жүруге тыйым салынған дейді. Авария жасауымыз мүмкін. Консерваторияның жатақханасы қай жерде екенін шамалағанмен, Төлегеннің қай бөлмеде тұратынын білмейді екем. Енді кіріп шығып жатқандардан сұрауға тура келді. Төлеген деген жігітті білмейсіз бе деп сұрадым. Қорапқа салынған плитасын құшақтап тық-тық басып келе жатқан әдемі қыздан. Қай бөлмеде екен? Төлеген? Ол қазір мұнда тұрмайды ғой? Енді қайда? Осы жақында оны... не пәтері болу керек. Анығын білмеймін. 7-ші бөлмеге барыңыз. Бірге оқитын балалар сонда жатады. Бір қоңқа мұрын қара жігіт шықты. Төлеген кіміңіз еді? Дейді ол менің сұрағыма жауап бердің орнына. Жай, танысым еді. Өте өкінішті, дейді ол қолының сыртымен аузын көгейлеп, еснеп. Кешіктіңіз. Төлеген кеше кетіп қалды. Төбеме жай түскендей болды. Қоңқа мұрын жігіттің бұдан соңғы айтқан сөздерін естігем жоқ. Үйге қалай келгенімді білмеймін. Жеткенше де не айтатынды ойлап алдым. Төлеген дермін деймін. Өзіңнен басқа ешкімім де жоқ. Сенсің менің қалағаным. Еркелей наздана жазғым келді. Төлеш, неткен төзімсіз жігітсің. Менің шалдуар қалжыңымда көтер алмағаның ба? Қызғаншақ екенсің ғой. Кім ол сенің қасыңда? Дүниедегі барлық жігітке сені айырбастармын ба?
Қайғыны ұмытып бір сәт бақытқа қайта кенелдім. Есік қаққанда кешегі қоңқан мұрынды қара жігіт тағы шықты. Деді ол, алды-артыңызға қарамай тұра жөнеліп едіңіз, қайтып келдіңіз бе? Төлеген қашан кетті деп сұраймын. Алдыңғы күні, дейді ол жайымен. Осы кезде менде күмән туа қалады. Әрине, Төлеген кеткен жоқ. Оқуын тастап қайда барушы еді? Арман емес пе еді композитор болу? Әзілдеп жазған ғой. Қазір осы бөлмеде отыруы да мүмкін. Мені сынайын деген шығар. Кеше кеттіңіз деп едіңіз ғой? Қоңқан мұрын жігіт сәл аңырап қалды да, деді де, кеңірсігінен мырс етіп, мен осы сөзді айтқаннан бері бір күн уақыт өтті емес пе? Арқамды ызғар қақып бара жатты. Есімнен адасатын шығармын деп ойландым. Кетті деп тұр емес пе? Демек кеткен. Әйткенмен әлі де үміт бар еді. Кетсе қайда кетті деп сұраймын. Бейхабармын, дейді қоңқан мұрын жігіт міз бақпаған күйінде. Өзі де білмейді-ау деймін, қайда бет алғанын. Новосибирск жақтағы бір қазақ ауылында ағайындарым тұрады деген естігенім бар. Жалпы тұйық жігіт еді, ешкіммен сырласпайтын. Өте жақсы жігіт еді, деді. Менің бас аяғымды көзіме шолып өтіп, бірақ қиқарлау болатын, өз айтқаннан басқаға көнбейтін. Соңғы кездерде шырт ете ашуланғыш болып кетті. Дегенмен сөзге келісіп, стипендиядан да алынып қалды. Қыс бойы қалай күн көргенін білмеймін. Сірә жексенбі күндері әр жерге барып қол жұмыс істеп ақша тауып жүрсе керек. Қабілетсіз жігіт емес еді, дейді сәлден соң маған қадала қараған қалпы. Тек жазғандары былай, нелеу келеді. Ақыл кеңес ретінде достық сын айтып көріп едік. Адам бір алжасса қайырылуы қиын ғой. Көкке шапшып жерге түсті, тыңдамады. Ақыры соның түбіне жетті. Сонша сұрайтындай кіміңіз еді, дейді, жерлесіңіз бе? Жоқ, деймін, жігітім. Жігітіңіз бола тұра, жайынан ештеңе білмегеніңіз қызық екен. Аздан соң, бүгінгі кеш әдемі екен, дейді, кино көргіңіз келмей ме? Рахмет айтып кетіп отырудың басқа ештеңе қалған жоқ. Мен сөйтіп жоғалттым Төлегенді. Жоғалған нәрсе табылуы да ықтимал ғой, табам ба деген үмітім де болды. Алматыға әйтеуір бір келер, сонда маған қалайша соқпай кетеді. Көшеде үнемі жан-жағыма қаранып жүремін. Мүмкін кездесіп қалармыз. Кездеспеді. Бірде кітапханаға бара жатқанда автобус аялдамасындағы жұрт ішінен теріс қарап тұрған біреу жылушырап қоя берді. Төлеген деп ойладым. Дауыстап жібере жаздадым. Жүрегім лүп-лүп соғып, қан басыма шапшыды. Жақындап келіп қарасам, баяғы қоңқан мұрын жігіт екен. Өстіп 1 жыл өтті, 2 жыл өтті. Азаппен 3-ші жыл тағы да өтті. Осы 3 жыл бойы Арыстан менің соңымнан қалмады. Әйткенмен оған жылы шырай берген емеспін. Енді маған келмеңіз, мен басқаныкімін деп талай еттім. Міз бақпайды. Көбіне сөзді басқа жаққа аударып жібереді, немесе бәрін қалжыңға айналдырады. Өзінің жолдастары, лабораторияда бірге істейтін қыздар жайлы ананы-мынаны айтып біраз тұрған соң киноға сүйрейді. Қанша дегенмен мен де пендемін ғой, бірте-бірте жіби бастадым. Төлеген саған жоқ, оны ұмыт деп өз-өзімді азғыратынды шығардым. Бірақ мұным үшін Төлеген мені қатты жазалады. Өзі жоқ болса да әндері соңымнан қалмады. Ара-тұра радиодан айтылатын, ал жастар жағы аузынан тастамайды. Кештерде де жиын тойларда да Төлегеннің өзіме арнаған әнін естігенде не болып кеткенімді білмеуші едім. Өткен күндер көз алдыма келе қалатын. Қар жауса үйде отырмаймын. Жылы киініп алып сыртқа шығам да, баяғы Төлеген екеуміз қыдырған жерге барып, жалғыз өзім жүрем. Сол арман болған түнге ұқсас талай кешті өткіздім, бірақ қасымда Төлеген болған жоқ. Талай рет сол кезде Төлегенге еркелегенім есіме түсіп, аспаннан жауған қар түйіршіктеріне алақанымды тосып тұрдым, бірақ мені ешкім де құшақтап сүймеді. Ақыры мен мед институтты бітіріп, іргедегі Жамбыл ауданында қызметке кеттім. Уақыт озған сайын Төлегенді кездестірем деген үмітім жіңішкере берген еді. Енді үзілді. Бақытымды шынымен жоғалтқаныма көзім жетті. Адам неге болсын, көндігеді екен, көндіктім. Көндікпегенде не істейсің? Арыстан маған жексенбі сайын автобуспен келіп қайтатын. Ақыры мен Төлегенді ұмыттым деп өз-өзімді сендірдім. Аз уақытта ұмытқандай болдым. Арыстанның құшағына құладым. Той аяғы тарқар-тарқамастан Арыстан кандидаттық диссертациясын қорғады да Новосибирскке ауыстық. Арада 4-5 жыл өтті. Күйеуге шыққан соң алғашқы айларда Төлегенді қайта ойлап жүрдім де бірте-бірте ұмыттым. Шындап ұмыттым. Арыстан жаста болса атақ, абыройы бар, мәртебесі биік. Басына бақ,
Мансап үйірілген ғұлама шалдардың өзі оны жоғары бағалайтын. Жас деп әлпештейді, болашағы зор деп сыйлайды. Оны мен де мақтан етемін. Тек араласып жүрген дос жар саналатын адамдардың бәрінің де арыстанға ұқсағысы келгені мезі қылған. Бұлардың көпшілігі дүние қызығынан бейхабар, есеп машиналарынан басқа ештеңеде шаруасы жоқ, өз ісіне берілген фанатик жандар деді. Арыстан екеуміз бақытты сияқты едік. Жұрт қалай тұрса, біз де солай тұрып жаттық. Адал жар болдым. Бір арманым сәби көру еді, тағдыр жазбаған екен. Әйткенмен бұл Арыстанның ойына кіріп шықпайтын. Төлеген сияқты оның да мен түсінбейтін мінезі көп еді. Бірақ бір ғажабы, нешеме жыл оттассақ та шүйіркелесіп сырласып сөйлесе алмаймын. Бойында әлденедей дүлей күш бар сияқты. Адамды езіп, жаншып тұрады. Шынымды айтайын, мен одан қорқатын едім. Обалың нешік, екеуміз өте тату тұрдық. Шынаяқ жылдарлап көрген емес. Сөйтіп жүргенде бір күні сен жындыхана көргенің бар ма? Қаланың шет жағында тұратын. Клиенттеріме бара жатып қасынан өтіппін. Дүниеде мұндай сұмдық болады деп ойлағанда жоқ едім. Сыртқа ағаш дуалын жинап тастап, кірпіш қабырға қағылғалы жатыр екен. Аула биік шойын шарбақпен қоршалған. Ар жағында адамнан гөрі таңға аңға көбірек ұқсас, үсті бастары алба-жұлба кісілер жүр. Біреулері отыр, біреулері киімдерін сыпырып тастап, тақыр жерде күнге қыздырынып жатыр. Көбі бет алды ыржалақтап, өздерімен өздері болып жүр. Екі-үшеуі мені көріп, атам заманғы частушкаларды айта бастады. Менің зәрем ұшып кеткен еді. Осы арада жақындай алмай, айналып жүретін болғам. Бірақ көп ұзамай, аңдаусызда тағы да үстінен шығып қалыппын. Тезірек жанынан өтіп кетуге тырыстым. Кенет өзіме бүйірден біреудің қадала қарағанын сездім. Жалт бұрылып едім, үсті басында сау тамтығы жоқ, шашы ұйпа-түйпа, сабалақ біреу шарбаққа жабысып, қимылсыз сілейіп тұр екен. Көзі өңінімнен өтті. Мен жалт қарағанда ол баж етіп, қолымен бетін басты да теріс айналып кетті. Ес түсімді білмей үйге келдім де диванға құлай кеттім. Бұл Төлеген еді. Дегенмен көзіме сенбедім. Анығын білейін деп 3-4 күннен кейін қайта бардым. Бас дәрігер қатаң адам. Менің Төлегенге келгенімді естіген соң үндемей аз тұрды. Ол кіміңіз болады деп сұрады. Кімім деймін? Жай танысым еді дедім. Онда жөн деді. Өзінің туған туысқаны жоқ жігіт еді. Осыдан 6-7 жыл бұрын-ау деймін. Бір жамағайындар әкеп тапсырды. Шөп шауып жүргенде далада ұйықтап қалған екен дейді. Содан ай туғанда бірақ ояныпты. Алғашқыда айқайлап, өлең айтып тыныштық таппаған екен. Кейінірек мүлде тіл қатпайтын болыпты. Осында өткізген жылдарының ішінде бірде-бір рет тентекті көрсеткен емес, үндемейтін де. Тек кейде қолын ербеңдетіп, сірә батыс классиктерінің шығармалары болу керек, әлденеден бейтаныс әуендерді ысқырып кететін және бір бастаса Құдай сақтасын жуық арада қоймайтын. Біздің жұмыстың жайын білесіз, бірақ оған көп күш қолдана бермейтінбіз. Сау кезінде өте ақылды жігіт болған сияқты. Дегенмен сіз кешіктіңіз. Ол бүгін таңға жақын дүние салды. Мен тең селіп кеттім білем. Дәрігер қолынан ұстай алды. Бүйтіп жүргенше өлгені жақсы болды деді ол. Сондықтан қуануыңыз керек. Қапа болмаңыз деді тағы да дәрігер. Мені бекіте түскісі келіп. Бұл фәниге кімдер келіп, кімдер кетпеген. Бәріміз де өлеміз. Бірақ байқұс соңғы 3 күнде қатты азаптанды. Әлде кімдерді атап, шақырып, әлде кейбіреулермен күбірлесіп сөйлесумен болды. Көптен бері қойып кеткен ескі әдетіне басып, ыңылдап, әлденедей бір мелодияларға салды. Дегенмен деді дәрігер аздан соң. Танысыңызды ақырғы рет көріп қалғыңыз келсе, асығыңыз, әлі жерде қоймаған шығар. Мен не өлі емес, не тірі емес дәрігердің соңынан ердім. Ол созылып тыныштана жатыр екен. Сол баяғы күйі, сол баяғы менің Төлегенім. Бірақ үсті суық. Жағы сорайып, танауы қосырланған сұп-сұр. Мен жақындап кеудесіне айқастырылған қолын ұстауға да қорықтым. Шап беріп, сенсің мені өлтірген дейтін сияқты. Әйткенмен, Төлегеннің сүйегін алып, қолдан қоямыз деуге батылым жетті. Үйге келген соң Арыстан екеуміз арамызда үлкен жанжал шықты. Мен өз айтқанымды істедім. Төлегенді жер қойнына тапсырған күннің ертесіне өзіме осыншама бақытсыздық әкелген қаланы да, Арыстанды да тастап Алматыға тартып отырдым. Қара көлеңке бөлмені меңіреу тыныштық кернеді. Екі әйел бір-біріне тығылысып, қимылсыз үнсіз отыр.
Тек қабырғадағы ағаш коробты үлкен сағаттың бір қалыпты самарқау соққан тықылы ғана естіледі. Сүйегіне барғанда алдым жаңағы суретті, деді аздан соң Зия, тыныштық бұзғысы келмегендей сыбырға жақын үнмен. Төс қалтасынан шығыпты. Сірә кезінде біздің қыздардың бірінен қалып кетсе керек. Өзім жат біреудің құшағында жатқан кездердің бәрінде суретім Төлегеннің төсінде тыныстапты. Мен арам денемді сатып, алдамшы сезімге елтіп жүргенімде, оның осы жансыз суреттен басқа сүйеніші ештеңесі болмаған. Ал менде қазір көңіл жұбатуға оның суреті де жоқ. Тек бір жапырақ қағазға жазған хаты мен әні. Әні, деді Бәтима, сұрауға да қорыққандай тұтыңқырап. Ол қандай ән? Зия сағат тықылына құлағын тігіп сәл отырды да Бәтимаға студент кезінен бері жақсы таныс бір әнді нәзік дауыспен жайлап бастап, қайырмасына келгенде ары қарай созалмай өксіп жылап жіберді. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.